Біріккен Араб Әмірлігінен әкелінген ірі жыртқыш құстар Маңғыстау даласына ұшырылды. GPS қондырғысы ілінген 100 дана ителгінің балапаны Түпқараған және Маңғыстау аудандарындағы аласа таулы аймақтарға еркіндікке жіберілді. Аталған игілікті іс еліміздің қоршаған ортаны қорғау министрлігі мен Біріккен Араб Әмірлігі үкіметі арасындағы арнайы келісімге сай жүзеге асып отыр. Мақсат қызыл кітапқа еніп жойылу алдында тұрған қыран құсты көбейтіп сақтап қалу. Толығырақ Гүлмира Әбішева әңгімелейді. Ителгі сұңқар тәрізділер отрядына жататын ірі жыртқыш құс. Мына менің қолымдағы құстың балапаны Біріккен Араб Әмірліктерінен әкелінген. Бұл құстың салмағы 1 келі, ал қанатының ұзындығы 40 сантиметр. Ителгінің балапандары алғаш рет қанатын жайып аспанға ұшты. Оларды жемтік ұстауға үйрету үшін араб елінен арнайы көгершіндер әкелінген. Көгершінді байқап қалған қыран құстың балапаны жоғарыдан шүйрігіп оны лезде қағып түсірді. Осылайша ол алғашқы тапсырманы сәтті орындады. Аталмыш ителгілер Абу-Даби қаласындағы құстар питомнигінде өсірілген. Ителгі қазіргі уақытта арқасына осындай GPS ілініп, оны не мақсатта дегенде алғанда, қазір уақытта оны біз осы Маңғыстау жерінде қандай жол миграциямен бұлар қай жерде қоныстайды екен, соны білгенге болады. Ителгі елімізде бей-берекетсіз ауланғандықтан оның саны күрт азайып кеткен. Мамандар бүгінде дәл қанша ителгі құсының бар екенін айта алмады. Тек белгілісі 1996 жылы қызыл кітапқа еніп, ерекше қорғауға алынды. Ал құстың осы бір түрінің құрып кетпеуі мақсатындағы іс-шараны үнемі жүргізіп келе жатқан араб елі 5 жылдан бері Қазақстанмен тығыз байланыс орнатқан. Осыған дейін ителгінің бірнеше жүзі Шығыс Қазақстан облысына ұшырылыпты. Біз ителгіні көбейту, ұшыру бағдарламасын 20 жылдан бері жүзеге асырып келеміз. Биыл алғаш рет Маңғыстау аймағына келдік. 100 ителгіні сәтті ұшырдық. Бұл өңір қыран құстың осы бір түрінің тез көбейіп, бейімделіп кетуіне ыңғайлы екен. Әрлі-берлі ұшқан құстардың көбісі көктем, жаз айларында осында қонып балапан салады. Екі ел арасындағы келісіммен жасалып жатқан игі шара алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Халықаралық қор өкілдері тағы бірнеше сұңқар құстың балапанын ұшыру үшін Шығыс Қазақстанға жол тартты. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысынан.